Ең ықшамды, жеңіл гипсокартон монтаж жұмыстарына профиль қаққан таптырмас құрал деп айта аламыз. Мысалға пистолет регулировкасы. Кейбіреулерге қатты бетондарға ату керек болады. Сол кезде біз осы пистолетті ұсынамыз. Осымен жерде тұрып сіз жұмыс істей бересіз. 6 метрге дейін потолокты жерде тұрып атуға болады. Әйтпесе құлағыңызға зақым келеді. Осы пистолеттердің барлығына 1 жыл кепілдік береміз. 1 жылдың ішінде бұзылып сынып жатса, біз тегін жасап беріп отырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Ерназар. Бүгін пистолеттер туралы видео түсіреміз қазір. Оны түсірейін деп жатқан себебіміз, бізге көптеген клиенттер хабарласады, тұтынушылар. Олар пистолет сұрайды, неге арналған, қандай жұмысқа арналған, сол туралы толық ашып айта бермейді. Бізде негізі пистолеттің түрлері өте көп. Олардың әрқайсысы белгілі бір жұмысқа арналып шығарылғандықтан, сол жұмысқа ғана қолдансаңыз, ол тиімді болады. Мысалға, пороховой пистолетпен сіз гипсокартон профилінің монтажын жасап жүрсеңіз, бекітіп, ол сізге жұмысыңызды қиындық тудырады, қалтаңызға тибеді, оның расходниктері қымбат болғандықтан. Ыңғайсыз онымен жұмыс деген. Сол үшін әр жұмыстың өзіне арналған пистолеті бар, инструменті. Соны қазір сіздерге айтып өтейін, талқылап. Бұл жерде газовый монтажный пистолеттер, пороховой, порохпен жұмыс істейтін, сосын мынандай компрессормен жұмыс істейтін пистолеттер де бар. Енді бұдан да басқа түрлері көп пистолеттердің. Біз негізі осы инструменттерді сатамыз. Осы туралы қысқаша айтып өтетін болсақ, мысалға жоғарыда тұрған газовый монтажный пистолеттер, бұл негізінен сантехниктердің, электриктердің трубопроводтарын бетонға, кірпішке немесе темірге бекітуге арналған. Сосын гипсокартон монтаж жұмыстарында профильдерді бетонға, темірге, кірпішке бекітуге арналған. Бұлар жеңіл, қолға ұстағанға. Сосын артқа теппейді, қолыңызды ауыртпайды. Магазинде 30 оқ салынатын болғандықтан сіз 30 шеге біткенше тоқтамай жұмыс істей аласыз. Қайта-қайта бір талдан шеге салып отырмайсыз. Сосын батарейкасы 3000-4000 шеге қаққанға жетеді. Газовый баллончикте 1000 оққа дейін. Демек сіз уайымдамайсыз да, бұның баллончикке, батарейкасына қарамайсыз. Ешқандай кабель керек жоқ сізге. Тек магазин 30 шеге толтырасыз да, ата бересіз. Бірақ бұлардың шегелері, ұзындықтары 19 мм-ден 4 см-ге дейін ғана. Бірақ шегенің диаметрі айтарлықтай жуан емес. Сол үшін бұлар үлкен салмақ ұстайтын жерлерге қолдануға арналмаған. Ал пороховой монтажный пистолеттерге келетін болсақ, олар көбінесе монолитчиктерге қолданады. Монолитчиктер бетонға фанера бекіткен кезде, сол кезде бұған мысалға ұзын шегелер салады, мынандай ұзындықта шегелер. 2 см фанераны ұстап тұрады, қалған бөлігі бетонда тұрады. Бұл шегенің диаметрі жуан болғандықтан, бұл біраз салмақты ұстайды. А егер бұны газовый пистолеттің шегесімен ататын болсақ, қараңыздар. Айырмашылық бар ғой айтарлықтай. Жіңішке, қысқа, жуан, ұзын, фанераны ұстай алмайды. Апалық күні фанераны егер жіберіп қойса, бетон бәрі ағып кетеді сосын. Ал бағасына келетін болсақ, ыңғайлық, қолайлық жағынан әрине газовый пистолет өте жақсы. Бұны тазалап сіз әуре болмайсыз. Бұл 10 000 шеге атқаннан кейін ғана тазалауға болады ішін. Өз-өзін майлай береді, поршын тоқтамай жұмыс істей береді. Бұның расходниктері арзан шегелер мысалға. Мына шегелер 9 теңгеден басталады Алматыда. Енді көп алатын үлкен фирмаларға әрине жеңілдік жасап береміз. Газовый баллончиктің бағасы да аса қымбат емес. Бір баллончиктің бағасы 2,5 мың теңге болады. Бұны да көп алатын адамдарға жақсы скидка жасап бере аламыз. Бұл баллончиктер 1000 оққа жететін болса, есептей беріңіз. Газ баллонға 2,5 теңге кетті, шегеңіз 9 теңге. Демек сіздің бір атқаныңыз 12 теңге шамасында болып тұр ғой. Бір атқаныңыз 12 теңге. Ал пороховой пистолетте сіз оған мынандай лента сатып алуыңыз керек. Лентада патрон. Бір лентада 10 патрон жүреді. Біреуі 30 теңге бұның. 28, 30, 33 теңге аралығында. Бұны
10 талы 30 теңге деп ойлап қалды кей кісілер. Мына бір талы 30 теңгеден. Өйткені порықты тасымалдау өте қиын. Өзі порықтың бағасы да қымбат. Мына шегем бір талы бізде 12-13 теңгеден басталады осындай шегелер. Пластигі мен темір. Бұлар өте берік шегелер, бетонға, темірге жасқанбай кіріп кете береді. Енді пороховойдың бағасын есептесеңіз, мынау 30 теңге деп алайық, мынау 13-15 теңге десек, сізге шамамен 45 теңге. Бір атқанымыз 45 теңге. Анада газовый пистолетте 12,5 теңге. Айырмашылық енді бір 1000 оқ атсаңыз, 10.000 оқ атсаңыз, қанша есе болып кетті? 3 есе қымбат. Және де бұл тиімсіз болып кетеді сізге, пороховой. Бұл тек монолитчиктерге, сондай жаңа бетонға қалың темірлерді бекітетін кезде, немесе темірге темірді бекітетін кезде қолданбасаңыздар, 10 лента сияды бір жолда. Сосын әр жолы шеген бір талдан басын салып отырасыздар бұлай. Бұның бәрі жұмыс қой. Егер сізде газовый пистолет болса, магазинчикте сізде 30 шеге толып тұратын еді. Әр жолы осылай оқтап салып отырасыз. Әр жолы осылай оқтайсыз. Сосын тағы бір кемшілігі пороховой пистолеттің. Порох пистолеттің ішінде жиналып толып қалады, сол кезде жұмыс істемей қалады. Сол үшін бұны тазалап отыру керек. Шамамен 500 оқ, көп болса 500 оқтан кейін тазалау керек болады бұны. Сосын ішіндегі расходниктердің шамасы, мысалы қағатын шеге, қағатын байоғы, ол 1000-1500, көп болса 2000 оқта тозады ол. Сол кезде ауыстыру керек. Ал газовый пистолетте ондай тозатын, құрайтын жерлері негізінен жоқ деп айтсақ та болады. Тек тазалап тұрса болды оны. Бірақ енді пороховой пистолет жаман деп сатпай қоймаймыз, оның өзінің жұмыстары бар, оның алатын адамдар бар, клиенттері. Мынау өз 3 пороховой пистолет, төртеуі тұр, төртеуі төрт түрлі жұмыс істейді. Төртеуінің орны бөлек өздерінше. Мына пистолет сонымен қатар газоблоктың профильдерін бекіткен кезде ұстайды. Мысалға бір шеге 1 тоннаның үстінде салмақ көтере алады. Осы пистолетпен қағылған бір шеге суырып аппаратпен тексерсеңіздер 1 тонна салмақ көтереді бір шегесі. Шегелердің ұзындықтары бұда бізде 32 мм-лігі, 45, сосын 52-60 мм-лік ұзындықтағылар бар. Бағалары сол өлшеміне қарай. Ал мынау не үшін газовый пистолеттер бізде неше түрлісі тұр? Мысалға мынау Тоя, бұл негізінен Россияда көп таралған. Өйткені Россияда осы Тоямен келісіп, Қытайдағы заводпен келісіп сатылғандықтан, олар осы пистолетті көбірек таратып жүргенде, елдердің осы СНГ-дағы елдердің барлығы YouTube'тан қараған кезде орыс тілді аудитория болғаннан кейін орысша Тоя туралы ақпарат көп. Сол үшін көбіде Тояны сапалы және жақсы деп ойлайды барлығы. Ал біз Тояны да қолдандық, Hilti'ді да қолданып көрдік, басқа пистолеттерді де көрдік. Бір-бірінен қатты айырмашылық жоқ сапасы жағынан. Тек мүмкіншіліктері әртүрлі бұлардың. Ішкі корпустары бірдей. Сырты пластик, іші алюминий. Барлығында сондай ішін ашып көрсеңіздер болады. Тек Тояның бізге бір ұнамаған жері, бұның электричествосы кішкене нашарлау. Анау искра беретін кезде өз ішінен искра беріп кішкене мазаны алады. Сосын бұның қосалқы бөлшектері заводта қымбат. Сол үшін біз Тояны көп сатпадық. Әр бұл Тояны осылай Тоя ретінде, бренд ретінде сатуға Қазақстанда рұқсат жоқ. Россияда бүткіл СНГ-ға сатуға рұқсатын алып қойған. Ал мынау Oxyprop деп жүрген пистолет, ол негізінде басқа завод, басқа производитель. Біз тек бұны Қазақстанда сатып жатқаннан кейін Oxyprop деген наклейка жабыстырып қоямыз. Енді Oxyprop деген ол біздің өзіміздің қазақстандық фирма ғой. Біз оны жасап шығарып жатқан жоқпыз, тек наклейканы солай жабыстырып заводтан жібереді. Егер сіз Россияда жұмыс істесеңіз, Россияда қолданатын болсаңыз, онда сізге Тоя сатып алуға кеңес беретін едім, өйткені ол жақта бұның сервисі бар. Барлық кез келген запчастар, қосалқы бөлшектер табылады. Бізде Қазақстанда өкінішке орай бұның кез келген қосалқы бөлшегін табу қиын, сервис жағы нашарлау. Ал біз осы газовый монтажный пистолетті өзіміз сатуға алғаннан кейін біз осының барлық қосалқы бөлшектерін алдық қойдық. Тоянда осы жерге қойып қойған себебіміз келген адамдар білсін,
Бұның екеуінің айырмашылығы қандай, сапасы қандай тексеріп көрсін, қолданып. Осында бетон бар, шегелер бәрі бар. Бір-бірінен айырмашылығын көрсін деп қойғанбыз осында. Тағы бір фирма, производитель бұл Наншан. Бұл негізі Наншанның пистолеттері бір айтарлықтай өте жақсы, керемет деп айта алмаймыз. Біраз кемшіліктер бар. Мысалға магазин шеге салатын жері пластик болғандықтан бұл ішінде шеге жүре берген кезде мына пластик қажалып кетеді, тозып кетеді. Сосын креплениясы сынып қалады. Біздің біраз клиенттеріміз осыны вязальный проволокамен байлап қойып істетіп жүр. Бұл пистолеттен де бір 200-ге таман сатылды Қазақстанда. Істетіп жүр, әлгіге дейін сұраныс бар. Осы қызыл пистолет сұрайды бізден. Бұл ең ықшамды, жеңіл пистолет. Бұл тек гипсокартон монтаж жұмыстарына, профиль қаққанға, сосын сантехниктердің трубасын, электриктердің трубасын бекіткенге бұл таптырмас құрал деп айта аламыз. Ал егерде ол кәсіби түрде айналысатын болса, мысалы мынандай площадкаларды, мынандай клипстерді қағатын жұмыстар кездесетін болса, онда ол пистолет жарамсыз болып табылады. Оның тұмсығына келмейді. Көрсетейін сіздерге. Площадка атқанға келмейді, көрдіңіздер ме? Клипсқа сыймайды. Сол жерін завод дұрыс ойластырмаған. Сосын бұның регулировкасы жоқ. Шегенің тереңдігін реттейтін. Ол күшін реттемейді. Пистолет әрқашанда бір күшпен атады. Тек тереңдігін реттей аласыз. Осы кіргізу тереңдігін реттей аласыз тұмсығына. Ол жағдайда енді тоямен екі пистолет жақсы жасалған, тұмсығында регулировкасы бар. Мысалы мына пистолет мені регулировкасы басындағы жақсы жұмыс істейді. Тояда бір 3-4 мм шығады жер, бұда жарты сантиметрден аса шығады. Қазір мына жерін шығарам. Тұмсығы алға шыққан сайын шегені терең қақпайтын болады. Регулировка осылай жұмыс істейді. Магазин шеге салған кезде өте ыңғайлы, осылай тартып қойып қоясыз да, шегені астынан бір-бірден сала бересіз. Басқа видеоларды да көресіздер. Тағы бір айта кететіні, осы екі пистолеттің кемшілігі маған ұнамайтыны, бұлар батарейкасының қанша қуаты қалған көрсетпейді екеуінде де. Тек жасыл цветіне жерде жанып тұрады, жылтылдап. Батарейка қосылған кезде ол батарейкасы бар дегенді ғана білдіреді, бірақ қанша қалған білмейсіз де сіз. Мысалы, жоғары қабатта жұмыс істеп жатсыз, складтан алып кеттіңіз батарейканы, қанша толғанын енді білу қиын, зарядтаған адам айтпаса. Ал газовый баллончик туралы айтатын болсақ, бұл барлығына бірдей баллончиктер. Шегелерді келе береді барлығы. Бір кісілер бізден сұрап жүрсе, тояның шегесі бар ма, қызыл пистолеттің шегесі бар ма деп. Газовый пистолеттер Қытайда шығарылған барлық пистолеттердің расходниктер бірдей шеге келе береді, бірдей баллончик жарай береді. Сосын, ортадағы пистолет туралы айтатын болсам, бұл не үшін сатамыз? Бұны біз металдарға, қалың металдарға оттинкованный листтерді бекітетін кез болады. Мысалға фасадчиктер, витражбен айналысатындар да сондай жағдай кездеседі. Кейбіреулерге қатты бетондарға ату керек болады. Сол кезде біз осы пистолетті ұсынамыз. Бұл қуаты жағынан осы жерде тұрған пистолеттердің ішіндегі ең қуаты осы, қуаттысы. Бұның күші 130 джоуль. Мысалға мына пистолетте 90 джоуль болса, мынада 130 джоуль. Оның сізге жаңағы бір қалың детальдарды бекіткен кезде керек болмаса, бұл сізге кішкене шығын болып келеді. Өйткені газовый баллончик, бұның клапаны басқаша, жасыл клапан салынады, ол 700 выстрелға ғана жетеді. А мына клапан қазір 1000 выстрелға жететін, 1000 шеге атқанға. А мына қызыл пистолетке қызыл клапан салсақ, ол 1500 оқ атқанға жетеді. Газовый баллон 2 есе үнемдейсіз да, мына пистолетпен жұмыс істесеңіз. Бұл пистолет енді қазір осы жердегі ғана емес, менің ойымша бүткіл әлемдегі газовый пистолеттердің ішіндегі ең қуаттысы осы. Бірақ кемшілігі де сонда, өйткені бұның қуатына корпусы кішкене өлшем сәйкес келмейді. Сол үшін бұл кішкене көбірек бұзылады маған қарағанда. Мынау пистолет көп кездеседі, мынау көбірек бұзылады. Қай жері бұзылушы еді? Бұның арт жағында пластигін сындырып жіберіп жүрді. Сосын сол негізінен корпус шыдамай кеткен. Кейін корпусын өзгерткізіп заводқа айтып. Көп корпустар алдырып қойдық запасқа осындай. Астындағы пистолеттер мынау барлығы зонтик атқанға, фасадный зонтиктерді. Зонтик берсе шан жерден кім?
Мына пистолеттердің бәрі мынандай зонтик атқанға, фасадқа, утеплениеге, үйдің сыртын қаптағанға арналған. Осындай зонтиктерге басына салынады. Осылай салып ата бересіз. Бұларды мысалы мынау көп бұзыла бермейді пистолет. Мынауда көп бұзыла бермейді, жақсы. Бірақ мынау бұзылғыш келсе де осы жақсы негізі, өйткені бетонға шеген сенімдірек қағады мынау. Оны енді тұтынушыларымыз өздері келіп осында қағып, атып көріп, бір ыңғайлы өзіне керегін таңдап алады ғой. Егер сізде бетоныңыз өте қатты болып жатса, онда мынау пистолетті алғаныңыз дұрыс болады. Оның қуаты 130 джоуль, мына екеуінде 120 джоульдан. А мынау желмен қағылатын біз әлі сатқан жоқпыз, шыны керек. Осы екеуі тұр, тексеріп көруге алғанбыз. Бірақ адамдар сұрамай жатыр. Осы екеуіне қызықпайды көбісі. Өйткені олар жаңағы не үшін пистолет алғысы келеді? Өйткені удлинительден кабельді сүйретіп жүргісі келмейді. Цвет өшіп қалса жұмыс тоқтап қалады. Мынаған цвет керек, тоқ керек, кабельді сүйретіп жүру керек. Сосын компрессор керек, дарылдатып компрессорды қосып шлангымен этажда жүру керек лесаның үстінде. Сол үшін қазір бізде маған сұраныс өте жақсы. Камераны алыс десе. Сосын батарейкалар енді бәрінде литионный батарейка барлығында. Барлығында осындай батарейкалар. Шамалас сол бәрі. 7 вольт, 2 ампер. Сонымен қатар мына жерде кішкене өзгеше басқа пистолеттерден өзгеше болып тұрған бір пистолет бар. Бұл осындай чемоданмен жүреді, кейспен. Мына бәрі ұзартқыштары. Бұл пистолеттің бір артықшылығы. Осымен жерде тұрып сіз жұмыс істей бересіз. 5-6 метрге дейін потолокты жерде тұрып атуға болады осы пистолеттің арқасында. Мысалға жаңағы трубопроводтарды, төбемен өтетін вентиляцияны, электриктердің кабель каналдарын барлығын осымен шпилька арқылы бекітіп қойуға болады. Газоблоктың профильдерінде мынандай шайбысы бар детальмен ата беруге болады. Бұл пистолеттің жұмыс істеу принципі өте қарапайым, ешқандай басатын ештеңе жоқ. Артынан бассаңыз болған жеткілікті. Итеріп қаласыз артынан. Қуаты осы жерде пистолеттердің ішіндегі ең қуаттысы да осы, айта кетерлік. Бұл пистолеттің дауысы өте қатты шығады, егер сіз дұрыс қолданбасаңыз, немесе қуыс жерге атып қалсаңыз жұқа металға. Сол кезде мынандай өзінің бірге жүретін құлақ қаптары бар, мына міндетті түрде тағып алғаныңыз дұрыс. Әйтпесе құлағыңызға зақым келеді. Сосын мынандай көзілдіріктерін барлық пистолетте негіз көзілдірік қолданғаныңыз дұрыс. Өйткені жарықшалар көзіңізге тиетін шығар енді. Тиетін шығар емес. Сосын мына пистолет туралы айтпай кеттім мен. Бұл бағасы кішкене қымбаттау. Мысалы, мына пистолет бізде 50 мың теңге тұрса, мына пистолет 130 мың теңге тұрады. Бірақ бұл соған лайық, сапасы жақсы. Осы пистолет ұялмай сататын пистолеттердің бірі. Көп мазаламайды, бұзылып қанышпейді. Сосын кез келген шеген ата береді. Ең үлкен артықшылығы сонда сіздердің базардан сатып алатын шегелеріңізді осы пистолетпен ата берсеңіздер болады. Шайбысы бар шеге бар ғой, базарда сатылатын, мынандай. Осы пистолеттердің барлығына 1 жыл кепілдік береміз. 1 жылдың ішінде бұзылып сынып жатса, біз тегін жасап беріп отырамыз. Тек өзіңіз құлатып, или дұрыс қолданбай сындырып алмасаңыз болғаны. Келіңіздер біздің магазинімізге алыңыздар, Oxyprop компаниясынан осы пистолеттерді қолданып, жұмыстарыңызды жеңілдетіп, табыстарыңызды арттырыңыздар. Қолдарыңыз тиген кезде осы магазинге келіп, осы жерде бетондар бар. Қазір көрсетейікші ана жерде, не? Міне мына жерде. Атып қолданып көрсе болады, неше түрлі. Өзіңіздің керекті профиліңіз қағатын соларды алып келсеңіз, осында атып көре аласыз. Сантехниктердің трубасын бекітуге болады. Мынандай сеткаларды бекітуге болады бәрін. Онда видеомызды аяқтайық. Сіздермен болған мен Қуанбай Ерназар және Oxyprop компаниясы. Міндетті түрде видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осындай газовый монтажный пистолеттерді қолданылатын, егер сіздердің таныстарыңыз болып жатса, осы видеоны міндетті түрде бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.